Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, Құран әліппесі сабақтарының кезектегі санына қош келдіңіздер. Бүгінгі әрпіміз шин әрпі. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп сабағымызды бастайық. Дұғамызды да оқиық. Раббана яссир ва ла туассир, Раббана таммим бил хайр. Бүгінгі әрпіміз шин әрпі. Құран әліппесіне бастаған кезімізде мынандай үш түсі болады дегенбіз. Сол үш түсінен өзі етіп ажыратамыз. Төменге қарай түсіп кетеді ғой. Мынау әріп әліппедегі жазылуы. Өзінен кейін қосылатын әріп болғандықтан үш түсті көтергеннен кейін қолын созады. Алдыңғы әріпке қолын береді. Үш түсті көтеріп болғаннан кейін мынандай кішкентай келесі әріпке қосылып кете береді. Мұнда соңында алдына қол беріп барып, толығымен жазылады. Үстінде үш нүктесі бар, екі әріптен бірі деген болатынбыз. Бірі сақау сә әріпі болатын, онда бір ақ тіс. Ал мұнда үш түсі бар, үш нүктесі бар дейік. Шин әріпі, біраз қазақшада да енді ш бар ғой. Ш дегенде біраз мына тәжвид кітаптарында тілдің астыңғы жағы астыңғы тіске тимей біраз арада кішкене бос ауа қалатын сияқты. Сондықтан ш, ши, шу деп оқимыз. Қой негізі шин. Дауысты дыбыстарды білдіретін харакаттар қойылған кезде жіңішке айтылатын әріп, сондықтан ш, ш астына кәсіраны қоятын болсақ, ш, үстіне дамма қоятын болсақ, шу, ша, ши, шу. Негізі ш дегенде тілдің асты түгел астыңғы тіске тиіп тұрады ғой, негізі жақын. Сол сәл ара бостық қалдырсаңыздар, ша, ши, шу. Енді екі әріпті сөздер, одан кейін үш әріпті, одан кейін төрт әріпті деп қолданамыз. Рош, ра қалың, іш жіңішке. Ра деп келатасы, іш дегенде жіңішке. Рош емес, рош, буш, шар, ша, қалың. Алды фатха болғандықтан. Шақо, ша жіңішке келеді, қ қалың. Шақо, шәм екеуде жіңішке. Шәм, шәк. Қайталайық. Рош, буш, шар, шақ, шәм, шәк. Бишру, ширбу, ір жіңішке. Ширбу, шәһру, нәшру, шүкір деп жүрген сөзім ғой. Шүкру, шурбу. Үш әріплерді қайталайық. Бишру, ширбу, шәһру, нәшру, шүкру, шурбу, қалың. Шурбу. Енді төрт әріптілер. Мәшрабу, мә жіңішке, ш жіңішке, ра қалың, бу жіңішке. Раны қалың айтамыз арада. Мәшрабу, мәшрибу, мәшриқу, муштахиру, муштараку. Қайталайық, төрт, бес болып көбейіп баратыр. Мәшрабу, мәшрибу. Шының үсті сүкун ғой. Мәшриқу, муштахиру,
مشتهر تغا أيضا مشتهر مشترك مشترك اشتهر 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 يشتهر يشتهر إبرنشق إب қатаңдатпаймыз إبرنشق إبرنشق يبرنشق يبرنشق қайталайық مشتهر مشتهر تغا екпін مشترك مشترك اشتهر اشتهر يشتهر يشتهر إبرنشق إبرنشق يبرنشق يبرنشق осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Соңғы рет бір қайталап өтейік. Rush, bush, shar, shaq, sham, shak, bishru, shirbu, shahru, nashru, shukru, shurbu, mashrabu, mashribu, mashriqu, مشتهر مشترك اشتهر يشتهر إبرنشق يبرنشق Allah берекелі пайдалы білім болуын нәсіп етсін. Біздер үшін де дұға етіңіздер. Келесі сабақта иншалла кездескенше аман болыңыздар. Әрбір сабақты әбден пысықтап барып келесі сабақтарға өтуге тырыссаңыздар, оқуларыңыз иншалла жеңілдейтін болады. Аллаға аманат болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.